оқушылар, бүгінгі сабағымызға кіріспес бұрын мына сұраққа ойланып жауап берейікші. Күнделікті өмірде қарапайым және құрама шарттарға қандай мысал келтіре аласың? Ойыңмен бөліс. Жақсы оқушылар, олай болса, келесі слайдқа назар аударайық. Бірінші суретте көріп тұрғандарыңдай, жас түлек, мектеп бітіруші жас түлек жоғарғы оқу орнына түсу үшін ұбт тапсырады. Егер мектеп бітіруші жас түлек жоғарғы бай жинаса, онда қалаған оқу орнына және мамандығына түсе алады. Егер ойдағыдай балын жинай алмай қалса, онда ақылы бөлімге оқуға түседі. Келесі суретке назар аударайық. Анаңыз сізге тізім мен ақша ұстатты қолыңызға. Сіз дүкенге барып, тізім бойынша жазылған заттарды алуыңыз қажет. Егер сол тізімдегі заттарға ақшаңыз жеткілікті болса, онда барлық затты аласыз. Егер жеткіліксіз болса, онда жартысын ғана аласыз. Әйтпесе, ақшаңыз жетіп артылып тұрса, онда өзіңізге қосымша зат сатып алуға болады екен. Сондықтан, оқушылар, бүгінгі сабағымызға қатысты кірістірілген шарттарды программалау біздің өмірімізде осы кірістірілген шарттар үнемі кездеседі екен. Жақсы оқушылар, ең бірінші шарт дегеніміз не? Сол ұғыммен танысайық. Шарт дегеніміз тексеру нәтижесінде иә немесе жоқ логикалық мәндерді қабылдайтын логикалық өрнек немесе пікірді айтады екенбіз. Жақсы оқушылар, енді осы шарттан кейін бізге кірістірілген шарт дегеніміз не? Сол ұғымға назар аударайық. Шарттарды тексеру операторының құрамында екінші шарт тексеру операторы қолданылса, онда мұндай шарт тексеру кірістірілген шарттарды тексеру деп аталады екен. Олай болса, осы кірістірілген шарттарды тексерудің бірнеше нұсқасына назар аударайық. Кірістірілген шарттарды қолданудың бірінші нұсқасы. А саны берілген. А санның оң немесе теріс сан екенін анықта. Егер А саны оң сан болса, 1 деген санды экранға шығару керек. Егер теріс болса, -1 деген санды шығару керек. Ал сан 0-ге тең болса, онда 0 деген жауапты экранға шығаруымыз керек. Ол үшін төмендегі программа кодына назар аударайық. Біз білеміз, есептерді Python программалау тілінде шығарамыз. Төмендегі программа коды Python программалау тілінде берілген. Енді назар аударайық. Программа коды A тең int input, яғни бізде A санымыз бүтін типті, яғни integer типті. Егер бізде шарт берілген, егер A-мыз 0-ге тең болса, онда print 0-ді шығарамыз. Әйтпесе, егер A-мыз 0-ден үлкен болса, print 1-ді шығарамыз. Әйтпесе, print -1-ді шығарамыз. Яғни санымыз 0-ге тең болған жағдайда print -1-ді шығарамыз. Яғни экранға біз -1-ді шығарамыз. Енді бұл жерде осы мысалға тереңірек түсініктеме бере кетсек, мысалдың шартынан А үлкен 0-ден және А кіші 0-ден шарттары туындайды. Бірақ мысалда 0-ге тең болатын жағдайды қарастырсақ, онда қолданылатын шарттар саны 2 емес, бізде 3 болады. Екі шарттан артық туындаған жағдайда кірістірілген шарттарды қолданамыз. Яғни бізде мына жерде 3 шарт қолданып отырмыз. Яғни біз кірістірілген шарттарды қолданудамыз. Келесі, кірістірілген шарттарды қолданудың екінші нұсқасына назар аударайық. Бізде А және Б сандары берілген. Егер А саны 0-ден артық болып, екі санның айырмасы да 0-ден артық болса, онда екі санның айырмасы, әйтпесе қосындысын экранға шығар.
Егер А 0-ден кейін болса, онда экранға оның квадратын шығар. Программа коды төменде көрсетілген. Яғни екінші нұсқаның жазылу құрылымы сіздерде берілген. Бірінші шарт, одан кейін тағы да шарт және командалар блогы, әйтпесе көмекші сөзі командалар блогы және әйтпесе командалар көмекші сөзі және командалар блогы берілген. Енді программа кодына назар аударайық. Бізде екі сан берілген А және В. Олар бүтін, яғни интежер типті және ол сандардың мәнін енгіземіз. Егер А үлкен 0-ден болса және егер А минус В үлкен 0-ден болса, онда А тең А минус В командалар блогы орындалады. Әйтпесе А тең А қосу В командалар блогы орындалады. Әйтпесе бізде үшінші командалар блогы, яғни А тең Аның квадраты орындалады. Ең соңында экранға Аның мәнін шығаруымыз қажет. Келесі кірістірілген шарттарды қолданудың үшінші нұсқасы берілген. Бізде А және В сандары берілген. Егер А жұп сан болып, В тақ сан болса, А және В сандарын көбейтіндісін, болмаса А және В сандарын қосындысын экранға шығар. Программаның коды төменде көрсетілген. Енді бұл программа кодына талдау жасайтын болсақ, бізге А және В саны берілген. Егер А санымыз жұп болса, жұп сан дегеніміз бізде екіге қалдықсыз бөлінетін сандар. Ал тақ сандар дегеніміз екіге қалдықпен бөлінетін сандар. Оны біз білеміз. Егер А бөлінген 2 тең 0, яғни жұп сан болса, егер В санымыз тақ сан болса, яғни В бөлінген 2 тең 1-ге тең болса, онда бірінші командалар блогы орындалады. К тең А қосу В. Әйтпесе, екінші командалар блогы орындалады. К тең А қосу В. Және экранға К-ның нәтижесін шығарамыз. Бұл жерде де ескеретін жайт, мысалдың орындалуына А санның жұп не тақ болуына байланысты. Егер А саны жұп болса ғана, одан кейін В мәні тексеріледі. Ал А саны тақ болса, нәтиже ретінде экранға ештеңе шықпайды. Бұдан біз не түсінеміз? Біз мән бергенде Аға тек қана жұп мән беруіміз керек. Сол кезде біздің есебіміз дұрыс шығады. Егер тақ сан беретін болсақ Аға, онда нәтиже экранға ешқандай нәтиже шықпайды. Ал жақсы оқушылар, тақырып түсінікті болса, келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. П саны берілген. П саны 0-ден артық болса, онда санның кубын тап. 0-ден кейін болса, онда К санын қос. 0-ге тең болса, онда саннан Z-ті азайт. Деректерді енгізу реті П, К, Z. Жақсы оқушылар, айта қойыңыздаршы, бұл есепте неше шарт берілген? Жақсы оқушылар, яғни бұл есепте бізде 3 шарт берілген, яғни кірістірілген шарттар берілген. Жақсы, есептің программа кодына назар аударайық. Бізде 3 санды енгізу керек. Яғни П, К және Z әріптерін сандарын енгізуіміз қажет. Олардың типтері интежер бүтін типті және біз оларды input арқылы енгіземіз. Бізде бірінші шарт. If егер П артық 0-ден болса, онда П санын кубтаймыз. Әйтпесе, егер П 0-ден кіші болса, онда П санына К санын қосамыз. Әйтпесе, П санынан Z санын азайтамыз. Егер 0-ге тең болатын болса, онда үшінші командалар блогы орындалады, яғни П минус Z. Және экранға А-ның мәнін шығаруымыз қажет. Енді есептің нәтижесіне назар аударайық. Бірінші есепте біз -1
6 және 7 сандарын енгіздік. -1 дегеніміз біз p-ның мәніне енгіздік. Егер -1 p-мыз біздің 0-ден кіші, онда бізде қайсы әрекет орындалады? А тен P қосу К орындалады. P-ның орында бізде -5 тұр, К-ның орында 6 тұр. Сонда 6-дан -5 алғанда бізде 1 шығады. Келесінде біз 0-ді бердік. Яғни P-ның мәні бізде 0-ге тең, К-ның мәні 6-ға тең, Z-дің мәні -4 деп бердік. Сонда бізде қай шарт орындалады? 0-ге тең болған жағдайда Z-ді азайт командалар блогы, яғни 3-ші командалар блогы орындалады. Яғни P-ға біз 0-ді бердік, Z-ға 4-ді бердік. Сонда бізде мәніміз 4 шығады. Келесі P-ға біз 6-ны бердік, К-ға -8-ді бердік, Z-ға 10-ды бердік. Сонда бізде қай шарт орындалады? Яғни 6 санымыз біздің 0-ден үлкен, яғни бірінші шарт және бірінші командалар блок орындалады. Яғни 6-ны біз кубтаймыз. 6-ны кубтағанда бізде 216 шығады. Жақсы оқушылар, осымен сабағымыз түсінікті болса, келесі үйге тапсырма. Оқулықтағы 121 беттегі 1 және 2 тапсырмаларды орындау. Жақсы оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.